Құдай-ау, қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар. Ақырын-ақырын шегініп, алыстап кетті-ау құрғырлар. Абай. Махаббат қызық мол жылдар. Әзілхан Нұршайықовтың шығармасын тыңдауға шақырамын. Пролог орнына. Әңгіме сүйіспеншілік жайына ауысты. Қазіргі әдебиетте махаббат туралы қалай жазу керектігі сөз болды. Тургенев былай деген екен, деді әдебиет зерттеуші. Емен ең берік ағаш. Оның беріктігін мынадан да білуге болады. Өзге ағаштардың жапырағы күзде қурап түсіп қалады. Ал еменнің жапырағы қыста да бүлкетпейді. Тек келесі көктемде бұтақтарында жаңа, жас бүршіктер қылтиып, бас жарғанда ғана оларға орын босатып жерге құлайды. Мықты жүректі мекендеген ескі махаббатта осыған ұқсайды. Өшсе де орын бермей, қоламталанып жатып алды. Оны жалынды жаңа махаббат қана тықсырып шыға алады. Ал белгілі жазушы Пришвин өз күнделіктерінің бірінде былай деп жазыпты, дейді жазушы. Бүгінгі күннің тақырыбы жеке адамға арналған махаббатты көпке деген сүйіспеншілікпен ұластыра білу. Екінші сөзбен айтқанда, жеке адамдарды жақсы көре тұрып, көпті сүйе білудің жолын табу. Өте дұрыс айтылған. Бірақ осыны қалай көрсетуге болады? Оны білмеймін, деді журналист. Мен сіздерге тек қана өз махаббатымның тарихын айтып берейін. Айтыңыз, тілеуіңізді берсін. Ал тыңдаңыздар онда. Бірінші бөлім. Мен оларды жақсы көрдім. Бірақ олар маған қарамады, деп бастады Ербол әңгімесін. Жалғыз қыз ғана жанымды ұқты. Тек соны айтайын мен сізге. Сонымен, мен 1945 жылдың 14 қарашасы күні осы әсем Астана Алматыдағы Қазақ университетінің студенті болып қабылдандым. Тарих филология факультетінің деканы, батыр тұлғалы, кесек пішінді, жалпақ бетті, қысық көздеу келген орта жас мөлшердегі сабырлы кісі құжаттарымды байыппен қарап шықты да, бұрын пединституттың бірінші курсын бітіргендіктен бірден екінші курсқа алатынымды айтты. Мен содан 1 сағат қана бұрын Астананың Совет көшесіндегі университет үйінің баспалдағына табанымды тіреп, жаңа ғана үзіліске шығып дәрізді кернеп тұрған студенттердің арасынан өтіп, үйдің екінші қабатына көтерілгенде Алатаудың асқар шыңына шыққандай болып едім. Шыңырауға қарағандай басым айналыңқырап, буын-буыным дірілдеп түскенінде аңғарғанмын. Енді міне, декан екінші курсқа қабылдандың дегені. Өзім екі аяғыммен нық басып тұрған деканаттың едені жылжып, қозғала жөнелген сияқтанды. Мен деканат бөлмесінде емес, Алатаудың шын құздарының үстінде, дүниенің төбесінде қалықтап ұшып бара жатқандай күй кештім. Декан алдында түгел үстелдегі шыны астында жатқан сабақ кестені қарап отырды да, сіздің курс қазір осы дәліздегі 33-ші аудиторияға жиналады. 5 минуттан кейін сабақ басталады. Өзіңізді студентпін деп есептеп, курсыңызға барып отыра беруіңізге болады, деді. Мен деканға рахмет айтып бас идім де есікке қарай бұрылдым. Дәрізді қуалай жүріп келемін. Ұмытып қалмайын деп қайта-қайта ішімнен 33-ші аудитория, 33-ші аудитория деп күбірлеп келемін. Міне сыртында 31 деген жазуы бар есіктір. Есігінің аңқайып ашық қалғанына қарағанына аудитория бос тұрған тәрізді. Өзімді толық құқылы студент деп сезінгендіктен бе, білмеймін, кенет оның ішіне кіргім келіп кетті. Бас сұқтым. Аудитория іші атшаптырым дерлік кен екен. Еденнің оң жағы сахна тәрізденіп қойылыпты. Оның төрінде қабырғада қара тақта ілулі тұр. Сол жақта жапырлаған биік парталар. Әлде бұл клуб па екен деп ойладым да одан шыға беріп, 33-ші аудитория, 33-ші аудитория деп көбірлеп тағы ілгері аяндадым. Келесі есіктегі 32 деген жазуға көзім түсе беріп еді, сол-ақ екен, сол шалқасынан ашылып кеп кетті. Кітап
қолтықтаған бірнеше студент шығып келе жатты. Мен солардың арасынан есікке және көз салдым. Сол жақта алдарындағы кітап қағаздарына үңіліп, бүкшие төмен қарап отырған көп студент көрінді. Оң жақта сөреде қатар-қатар тізіліп тұрған кітаптардың алтын жазулы беттері көзге шалынды. Үстіне көк халат киген татар өңдес жас келіншек қашанның қасында тұрған біреуге кітап ұсынып отыр. Бұл немене, кітапхана ма өзі, деп ойлап, мен аяғымның ұшымен көтеріліп, мойнымды соза бергенде іштен шыққан соңғы студент есікті серпіп жіберді. Менің жорамалым шынында да дұрыс екен. Екі жармалы есіктің жабылған бөлігінің сыртынан бадырайып, кітапхана деп жазып, оның бетін шынылап қойыпты. Сонымен не керек? 33-ші аудиторияны таптым-ау жағалап келіп. Ендігі барлық бақытым, көрер қызық, кешер қуанышым 33 деген екі сөзге тіркелгендей болып, есіктің жоғарғы жағына жазылған екі цифрға ентелей қарап, күлімдеп тұрмын. Ойым жете, қолымды созып, өзім үшін көзгеше ғажап бұл цифрды сиппағым кеп келетін сияқты. Өткені мен 4 жыл бойы жеңісті арман еттім. 9 мамырда батыста неміс фашистері тізе бүкті. 3 қыркүйекте шығыста жапон империалистері жеңіліп қол көтерді. Отан үстінде жеңіс туы желбіреді. Қаһарлы қыс өтіп, халық аңсаған жазғы тұрым жеткендер жер бетінде қаулап бір көк шықпайтын бай еді. Сол сияқты боп, соғыс біткеннен кейін жұрт жүрегін жана арман кернеді. Ана ұлын, әке баласын, жігіт жарын, қыз ғашығын көксеп, тезірек қауышуға тіледі. Көгеннен ағытылған қозыдай жамырап, батыс пен шығыстың елдің түкпіріне қарай тірі қалған солдаттар ағылды. Жолда кездескен жапырлаған село, көп қаланың біріне тоқтамастан әркім өз ауылына, өз үйіне жетуге ынтықты, өз ұясын көруге асықты. Менің ұям сенсің, университет. Сенсің, 33-ші аудитория. Сенен басқа менің ешкімім жоқ деп, іштей тебірене есіктің тұтқасына қол создым мен. Солдаттың ауыр салмақты керзі етігімен еденді тарс-тарс етіп есіктен кірдім. Менің бұл кірісім аудиторияларға асфальт көшеде тағалы ат келе жатқандай әсер еткен болуы керек. Олай дейтінім, парталарына жайғасып, алдарындағы қағаздарына үңіліп отырған студенттердің бәрі бастарын көтерісіп, күнге қарай бұрылған күнбағысқа ұқсап мойындарын соза маған тесірейді. Мен де оларға қарадым. Қарасам, алдымда қаптап отырған қыз екен. Соғысқа дейін бір қыз бетіме тіке қараса, бәшірем кететін. Мен байғұс аудиториядағы 30 қыздың 60 көзі өзіме қадалғандай қалай шыдап тұрғанымды білмеймін. Түнде майдан шебіне жау самолеті келіп қалғанда, прожекторлардың қараңғы аспанды қатарласа тігіліп, жерден жарқ етіп көтерілген найзағай сәулелерінің бірі алыста жүйткіп бара жатқан ақ ноқатты шалатып. Самолет ноқат прожектор сәулесінен тез сытылып кету үшін жанталаса сасқалақтап, олай бір, бұлай бір бұратылатын. Бірақ қанша қашқанымен қараңғы аспанның қабатына кіріп, жасырынып қалуға мұршасын келтірмей, барлық прожекторлардың сәулесі лезде тұстан-тұстан шаншылып, қадалып қалатын. Сол кезде жерден атылған зенит оқтары шөкім-шөкім ақ бұлт болып, бұрқ-бұрқ етіп, жау самолетінің жанынан жарыла бастайтын. Мен де сол сансыз прожекторлардың сәулесіне шаншылған самолеттей күйге түстім. Сасқанымнан командирімнің алдында келген солдаттай болып, екі қолымды жамбасыма жапсыра ұстап, тік тұра қалдым да, сәлеметсіздер ме жолдастар, дедім. Гүл бақшасында болып па едіңіз? Гүл ашылған ғажайып сәтті көріп пе едіңіз? Бақшаның әр нәрі күн нұрына қанып, толқысқан ақ, қызыл, қызғылт, сары, көк гүлдері біртіндеп бір-бірімен жарыса ашыла бастағанда жаныңызда ләззат кернеп, өз-өзіңізден өзгеше бір рақатқа кенелетіндей едіңіз. Сол гүлдердің торғыннан жұқа әсем үлбіріктерінің әр түрлі жаныңызды толқын-толқын қуаныш боп кернеп, басқаның бәрін ұмыттандырып, елжіретіп, елтітіп әкетке пейді ме еді. Міне,
Қыздардың менің сәлемімді алып, еріндерін сәнмен қозғаған осы бір сәті менің өз алдыма гүл бағын елестетті. Иран бақ деген осы болар. Осы 33-ші аудитория шығарма деп ойладым. Қыздардың томпақ, толық, жұқа, жұмсақ еріндері сәл ашылғанда, олардың ауыздарынан ақ маржан ақтарылып кеткендей көрінеді. Ал енді не айтасың дегендей, жазық маңдай қыр мұрын, ақ құба, ақ мойын, аршын төс, қара туры, қиғаш қас, ақ сары қыздар әлі маған жаудырап қарап отыр. Енді не айтарымды өзім де білмедім. Алма ағашының бұтақтарын айқастырып, өзіме кім қолын созар екен деп жерге телміре қарасып, сабағымды самсап тұрған қош есті, піскен алма секілді осынау тәтті қыздардың қасынан ілгері қарай үндемей, одырандап, бос орын іздеп өте беруді орынсыз көрдім де білмеймін. Рұқсат па кіруге деппін тағы да сасқалақтап. Есік жақ қатарда екінші партада отырған шаш көмірдей қара, жазық маңдай, қызыл шырайлы қыз күлкі қысып, теріс айналып кетті де, танадай көзін жалт еткізіп қайтадан маған қарады. Рұқсатты кірмей тұрып сұрамаушы ма еді? Деді ол, жалпақтау біткен күрек тісі жарқ-жарқ ете көзге шалынып. Содан сол ол аңқаусып арт жағында отырған қыздарға бұрыла қарап қойды. Әлдекім мырс ете түсті. Мен қызарып кеттім. Қанипа, сен қойсаңшы, деді оның алдында отырған аққу мойын сары қыз. Бәлкім бұл кісі біреуді іздеп келген шығар? Ағай, сізге кім керек еді? Деді алдындағы партада отырған кішіректеу екі қыздың аққұбасы орнынан көтеріліп. Біреуді іздеп жүрсіз бе? 33-ші аудитория керек еді, дедім мен. Осы курсқа қосылатын жадан студент едім. Онда көтерілетіңіз, деді. Тағы да жазық маңдай қасқа тіс қыз. Қосылыңыз. Менің жаңа студентпін деген сөзімнен қыздарға жаңаша бір әсері болды-ау деймін. Олар бір сәт шаштарынан сипап сәнденген сияқтанды. Содан соң әркімнің командасын орындағандай кеуделеріне түсіп тұрған білектей бұрымдарын бір кісідей болып арқаларына қарай серіпті. Сөйтті де қыздар қайтадан маған қарады. Бұл жолы бұрынғыдай самарқау емес, менің жүрегімді жандыра, күйдіре қараған сияқтанды. Әрине бәрі емес қой, кейбіреулері ғана сөйткендей болар. Бәлкім маған солай сияқтанып көрінген шығар. Прожекторлар сәулесінің найзасына ілінген самолетке оқ демей қоймайды. Оқ деген самолет өртеніп, лаулап, соңына қарай түтін сүйретіп, бет алдында ауытқып, жер қайдасың деп құлдилап лаға жөнеледі. 30 қыздың көзі менің де жүрегімді өртеп жібергендей болды. Оқ деген самолетте теңселіп, теп-тегіс еденде жаңа жыртылған тақтаның үстімен келе жатқандай сүріне аяңдап, бос орын іздеп, аудиторияның ең түпкіріндегі бос партаға қарай беттедім. Ең артқы партаға келіп еңкейіп, оның кітап қоятын қуысына әскери сумкамды, қоқайма фуражкамды сүңгітіп, енді отыра бергенімде дәл қасымнан дүр етіп бір топ көгершін көтерілген қызбеттеніп кетті. Олардың лыпыл қаққан жеңіл қанаттарының жақынынан шыққан лебінде естіген сияқтандым. Мұнда көгершін қайда келді деп ойлап басымды көтеріп алдым. Сөйтсем, көгершін дегеннің орындарынан өре түрегелген қыздар екен. Қыздардың жауырындары қақпақтай ет жеңді бойшандары да, иықтары қушиған, бірақ бойлары тартқан сымдай тіп-тік. Нәзік денелі, тал шыбықтай майысқан талдырмаштары да бар екен. Оларды шолып келіп, менің көзім өз алдымдағы көрші партадан көтерген екі қыздың жып-жылтыр шаштарына, олардың қос бұрымдарына түсті. Орындарынан тез тұрғандықтан болар, қыздардың тастай ғып өріп тастаған әсем бұрымдары тақтайдай жауырындарын сипағандай боп, жеңіл ғана қозғала тебіріліп қалыпты. Қыз бұрымдарының осы әлсіз тебірілісі аудиторияға оқытушы кіргеннің, ендеше бұл қауымға қазір қосылған жаңа студент менің де оған құрмет көрсетіп, орнымнан тұруым керектігін есіме салды. Орнымнан ұшып тұрған бойда мойнымды созыңқырап алға қарадым. Келген оқытушы қандай адам екен деп ойладым. Алда қыздардың бастарынан биігіректе біреудің қозы бұйра шаш төрге қарай жай жылжып бара
барады екен. Соғыста жүргенде компаспен жөн бағдарлайтындаймыз. Компас қозғалса, оның тілі жан-жағына қыпылық қаға шайқалып кететінде, сәл тыныштық болса, міне менің іздегенім дегендей соқтанып, солтүстік жаққа телміре қалатын. Неге екенін білмеймін, тегіс жерге қойған компастың тілі сияқтанып, менің көзім қайтадан алдағы тұрған қыздардың бұрымына ауды. Білектей арқасына өрген бұрым деген Абай өлеңінің жолы ойыма оралды. Жылтыр қара шашты қақ жарып өтіп, маңдайдан желкеге дейін тартылған шаш жармасының кіршіксіз құйқаны ашып көрсеткен ақ сызығы жүрегімді қытықтағандай болды. Қос бұрымның арасындағы қағаздай әппақ желкелер өне бойымды балқытып бара жатқан сияқтанды. Осы кезде сол қанатта түрегеліп тұрған қыздардың бірі бұрылып арт жаққа қарады. Кейін білдім, ол Зайкүл деген қыз екен. Ол тура маған қараған тәрізді болды. Менің қыздарға сұқтанып тұрғанымды сезіп, япыр-ай, мына жігіт келмей жатып елтіп қалған екен, деп ойлайды-ау, деп ұялып төмен қарап. Ұялшақтық ұлтымызға тән қасиет қой. Әсіресе ауыл балалары ұян келетін әдетті емес пе? Жасымда мен де сондай болдым. Үлкендердің алдына суырылып сөйлемейтінмін, әйелдердің бетіне қарамайтынмын. Жақсы көрген қызымның жанына жолай алмайтынмын. Соғыстан қайтып оралғанша әйел алдындағы өзімнің осы ұялшағымнан қандай күйде екеніне білмейтін едім. Оның енді сезе бастадым. Жаңа қыздар толы аудиторияға кіріп келгенде бірінші рет сол бұрынғы бала күнгі қалпымда екенімді білдім. Бірақ бала күнімде менің қыздардан сыртынан сұқтанып қарауға да батылым бармайтын еді. 4 жыл соғыста болып, жаман жақсыны көп көргендіктен бе, кім білсін, енді қыздардың желкесіне қызыға қарауға жарап қалған сияқтымын. Ішімнен бұл күйімде де шүкіршілік еткенімдеймін. Тіпті қыздардың бетіне де сыртына да қарамай-ақ қояйын деп ойладым, көзімді төмен салып жүріп. Жұртпен бірге жауды жеңіп, аман есен елге келіп, осы қыздардың қасында тұрғанымның өзі қаншама бақыт. Оқытушымның отырыңдар деген ұқсас үні естілді. Шырқап, биікке көтерілген көп көгершін құйыла төмендеп келіп, жанағы ұшқан жеріне дүр етіп қайтадан қонды. Көгершін тобына тақау келіп, қалбан етіп қонған жалғыз қарға тәрізденіп, қыздардан кейін орныма жалп етіп мен де жайғастым. Содан соң жайлап алдағы қыздардың бастарының арасынан оқытушыға көз жібердім. Бірінші көрген оқытушым болған соң ба, әлде жүзіндегі есте қалар ерекше белгілері ма, білмеймін, көмірдей қара, қоздай бұйра шашы мен бірден бүркіттің тұмсығын көзге елестететін үлкен имек мұрны бар. Қоңырқай өнді келген 33-34 шамасында сабырлы кісі өмір бойы ойымда сақталып қалды. Оқытушының қоңырқайлылығына басқа бетінде қазаққа ұқсайтын еш белгі жоқ сияқты еді. Сондықтан мен оны соғыстың соңғы жылындағы бастығым болған аз ұлттан шыққан командиріме ұқсаттым да, бұл кісі қай сабақтан лекция оқиды екен деп ойладым. Ол лекцияның орыс тілінде оқыларына да күмәнім болған жоқ. Ал балалар, дайынсыңдар ма? Мен елең етіп мойнымды ілгері создым. Қажықсыз сөйлеген осы оқытушы ма, әлде басқа біреу ме деп, өз құлағым, мен де көзіме өзім сенбей сияқтандым. Дайынбыз ағай деген оң жақ қанаттың шыққан қыз дауысы естілді. Алғашқы сөзді оқытушы айтқанына әлі де иланатын емеспін. Өзгелер сатырлатып дәптерлерін аша бастағанда мен бақырайып, қараңғыда жау пулеметтің қай жерден оқ шарашарын аңдыған түнгі барлаушыға ұқсап, бүркіт мұрының астындағы ауызды бағудан болдым. Дайын болсаңдар, жол ортасында былай деп жазыңдар: сын есім. Бүркіт мұрының астында ақ тістер жарқ-жұрқ ете қалды. Оқытушы өзін байсалды ұстап, әр сөзін баппен, байыппен айтады екен. Соғыста командирлердің шапшаң айтылатын бұйрық сөздеріне үйреніп қалған маған бұл ырғақ тосындау танылып, оқытушы әдейі маңғазданып отырғандай көрінеді. Менің осындай деп ойлауыма мүмкіндік бергендей, құс мұрын оқытушы сәл белгілеп барып, сөзін ары қарай жалғады. Біздің бүгінгі өтетініміз сын есімнің түрлері: сапалық сын есім мен қатыстық сын есімдер.
Сын есімнің морфологиялық құрамы, яғни сын есімнің қосымша арқылы жасалуы, сын есімнің синтаксистік тәсіл арқылы жасалуы және форма тудыратын қосымшалар. Ағай, тіпті көп қой деп төмен тұқырып алып, дәптерлеріне сусылдатып жаза бастаған қыздардың бірі. Бәлей, көптер бекер айттау деп ойландым да ішімнен жаңағы сөзді айтқан қызға жаным ашып. Өткені командир сабақ беріп тұрғанда солдаттардың бұлай деп отырған әрекетіне баға бермек тұрғандай сөзін бөлуген қақысы жоқ. Мұндайда командир жаңағы сөзді айтқан адамды орнынан тұрғызып, казарманың еденін жууға жазалайды да сабақтан қуып жібереді. Әскер өмірінің тәртібі солай. 4 жыл бойы сол өмірге қалыптасып қалғандықтан ба, кім білсін, оқытушы жаңағы студентканы да аудиториядан қуып шығатын болар да деп қауіптендім. Бірақ ол өз оқытушысының қаперіне мүлде келген жоқ. Бағдарлама бойынша солай екен, деді де лекциясына кірісті. Бөтен ұлттың адамы болар деген оқытушының қазақша сөйлегеніне, оның үстіне қазақ тілінің өзінен сабақ бере бастағанына таңданған мен оның тілін қабылдамағанмен қазақ деуге түрін қабылдай алмай біраз отырдым да, ақыры оған да көндіктім. Содан соң өз дәптерімді алдыма қарай тартып, мен де жұртпен ілесе конспект жазуға талаптандым. Бірақ бір ғажабы, қаншама талаптансам да жаза алмадым. Дәптердің дәл ортасына сын есім деген 2 сөзді баттетіп қойдым да, төбеден ұрғандай боп тұрып қалдым. Біріншіден, 4 жыл бойы қолыма қалам орнына салмағы 8 килограмм снаряд ұстап, үйренген саусақтарым икемге келетін емес. Екіншіден, бәлкім сол себептен бе болар, жаңа ғана өзім жай сөйлейді екен деп ойлаған оқытушының дауысы екпінді тыңдауға құрсау сияқты боп көрінгенмен, менің әрқайсысы әрен бүгілетін буындары шор-шор барбиған жуан саусақтарымның шапшаңдығынан әлде қайда жылдам болып шықты. Оның үстіне соғыста зеңбірек пен винтовка сияқты жауынгер қарулардың тілін ғана ұғып, тас төбенен төне түсіп, боздай сорғалап келе жатқан мина мен бомбалардың қай жерде кеп бұрқ ете қаларын үніне қарай ажыратуды мүлткісіз білгенмен, мынадай аудитория лекция тыңдаудан мүлдем тосырқап әлі мүкістенген солдат құлағы оқытушының сын есім дегеннен басқа сөздерін де ажырата алмады. Маған қос мұрын оқытушының лекцияға кіріскеннен кейінгі шыныдай шанылдап қалған дикциясы тағы ұнамады. Ол сөйлеген сайын біреу аудитория терезелердің әйнегін шылдырлата сындырлап келе жатқан тәрізді, немесе аязды күні әлдекім ақ қарды шықырлата басып қасымнан өтіп бара жатқан сияқты болды да тұрды. Маған сөзден гөрі сол бір шыныл көмбірек естіле берді. Қойшы, қаншама тырыссам да ештеңе жаза алмайтыныма көзім жетті. Қауырсындай ғана жеп-жеңіл қарындашты қағаз бетіне жорғалату алпамсадай зеңбіректі ашық позицияға дөңгелетіп алып шығудан ауыр тиді. Жоқ, бүйтіп босқа қиналмаймын деп ойладым ішімнен. Алдымен оқытушының үнін құлағыма сіңісті етейін. Содан соң бірте-бірте лекциясын жазуға да жаттықтырармын. Осы отырғандардың бәрі лекцияны тыңдап, конспект жазу шеберлігіне бірден емес, біртіндеп жеткен болар. Ендеше 4 жыл окопта жатып, соғыс академиясын тауысқан солдаттың бұлармен бірге бейбіт өмір университетін тәмамдауға да шамасы келер еді. Осы ойдан кейін қарындашымды дәптерімнің ортасына қойдым да, бала күнгі әдетім бойынша сол жақалақанымен жағымды таянып, жақсылап тыңдамақ болдым. Тыңдай бастап қыздардың кесте тоқығандай жалпылдатып, жылдамдата конспект жазып жатқан әсем қолдарына көзім түсті. Тағы да солар туралы ойлап кеткенімді өзім де аңғармай қалдым. Қыздар, сендер қандай ғажайып жансыңдар, шіркін. Жаудырай қадалған қап-қара көздерін, мен жанды еріткен көмірдей шаштарын, иықтарындағы толқындай тулаған білектей бұрымдарын мен қос бұрым арасынан көрінген кіршіксіз аппақ желкелерін қандай әсем еді сендердің.
өзеннің құба талындай солқылдаған бойларын неткен көркем апыр-ай. Қыр жігіттің қанын қоздырып, құшақтауға құмартқатын қыпша белдерін мынау оралған. Сендердің сымбаттарыңды суреттеуге соғыстан қайтқан солдаттың тілі жете алар ма ешқашан. Осындай олар бірінен соң бірі жалғаса берді. Ой құшағында отырған мен қыздардан өзге дүниенің бәрінде ұмытып кеткен сияқтымын. Бұл қыздарды көріп отырған мен неткен бақыттымын, деймін тағы да ішімнен. Соғыс бойы жауды жеңіп, сендерді көрсем деп имандай арман тұтып едім ішіме. Сыз окопта суық жаңбыр төбеден сорғалап тұрғанда сендерді ойлағаным. Ақ қар, көк мұзда, жол жағасында жау танкысын тосып, зеңбіректі құрып қойып, шұңқырдың төбесінде плащ-палатка тұтып, тісіме тимей сықылдап тонып отырғанда да сендер жүрегімде жатқансыңдар қыздар. Жаяу жорықта жан қиналып, күндіз жаяу самолеттерінің төбеден атқылаған оғы, шинелімнің етегін шарқ-шұрқ тескілеп, түнде ұйқы қаумалап, кірпіктеріме қайта-қайта желім жағып, буындарымды босатып, мазамды алып, есім шығып келе жатқанда да сендер менің ойымнан кетпегенсіңдер, арулар. Сол күндердің, сол айлардың, жылдардың бәрінде де мен сендерді бір минутта есімнен шығарған емеспін. Жалғыз менің ғана емес, майдандағы бар жігіттің жүрегінде болдыңдар сендер. Сендерден ауық-ауық хабар алу қандай бақыт еді. Майдандағы жігіттерге әр жауынгер қолыма ұшқыл хат дейіп, оның сыртындағы өзіне таныс қолдың таңбасын көргенде жеңіл қорғаған жапырақтар дірілдеп, тез оқып шыққанша тағаты қалмай асығатын. Жаңа ғана жаудың жебін танкін жайратып, қираған болаттың беріктігі мен сұстылығын өз бойында, өз ойынне жиып, мырқанып тұрған қаһарлы солдаттың қыз хатын оқып шыққанда жаны жадырап, қара көзі күлімдеп, бүйрек үстіне алқызыл бояу шабатын. Ақ тістері ақсия көрініп, өзгеше бір рақат табатын. Осы бір өңі жұмсарып, жүзі жылып, жүрегі нәзік лүпілге басқан шағында оның көкірегінде өзгеше бір күш құйылады. Сол сәтте ол бір емес, жаудың бірнеше танкысын жалғыз өзі жайратуға әзір болатын. Жалғасы бар. Комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар.